Түбір және қосымша туралы ертегі тыңдайық, балалар. Ертеде сөз құрамы деген әлем болыпты. Бұл әлемде екі хандық өмір сүріпті. Бірінші хандық түбір хандығы, екінші қосымша хандығы өмір сүріпті. Түбір хандығында бөлінбейтін мағыналы бөліктер деген тұрғындар өмір сүріпті. Олардың есімдері ән, би, күн, жұлдыз және тағы да басқа көп деген тұрғындар тату-тәтті өмір сүріпті. Өте мейірімді халық екен. Және де бұл хандықтың мынадай белгісі болыпты. Ал қосымша хандығында есімдері ерекше тұрғындар өмір сүріпті. Сөйтіп, күндердің бір күнінде қосымша хандығының патшасы келіп: «Әй, Түбір хан, екеуміз бүгіннен бастап дос болайық. Біздің тұрғындарымыз бір-бірімен дос болсын» деп сұрайды екен. Сонда Түбір хандығының ханы: «Жарайды, екеуміз дос болайық» деп екеуі ортақ шешімге келеді екен. Сөйтіп, Түбір мен қосымша бірігіп сөз құрамына енеді екен. Мысалы, ән, ші. Бұл сөздегі түбірі қай сөз? Ән сөзі. Күн, оған дер қосымшасын жалғамыз. Сонда бізде күндер сөзі шығады екен. Бұл жердегі түбірі күн. Келесі сөзге назар аударайық. Жұлдыз. Бұған қосымшасы жалғанып, жұлдызым сөзі шығады. Бұл жердегі түбір бізде жұлдыз сөзі. Сөйтіп қосымша мен түбір бірігіп, бір-бірімен дос болып, қазақ тілі әлемінде өмір сүреді екен.